زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الأيام التي يكره فيها الصوم. Келесі бап Мұхаммад ибн Хасан аш-Шейбани рахималлаху таала өзінің Муатта кітабының риуаятында айтып тұр: бабул айям аллати юкраху фиха ас-саум. Сондай күндер, ораза сол күндері макрух болатын күндер. Қашан ораза ұстау макрух болады? Және біз алдыңғы сабақтарда айтқандай, шариғаттың үкімдері 5 түрлі болады. Ол важиб, мустахаб, мубах, макрух және мухаррам. Біріншісі важиб. Біз айтқан кезде ол анықтамасы, шариғат анықтамасы. Шариғат қатты түрде әмір еткен нәрсе. Оны орындаған адам сауап алады да, оны орындамаған адам күнә алады. Бұны важиб деп айтады. Кейбір ғалымдар фард деп айтады. Жумхур ғалымдар бірақ важиб пен фардтың арасында ешқандай айырмашылығы жоқ деп айтады. Ал Ханафи мазхабында фард пен важибтің айырмашылығы бар. Ол өте бір енді сондай айырмашылық. Фард дегеніміз бұл қат'i дәлелдермен, яғни қат'i дәлелдермен испатталған, яғни қат'i дәлелдермен бекітілген үкімдер. Яғни Құранмен немесе мутаватир хадистермен бекітілген үкімдер, болар не? Фард деп айтады. Фард, парыз. Ал егерде ахбарул ахад, яғни ахад хадистермен, жалғыз адамнан риуаят қылған хадистер немесе екі адамнан риуаят қылған хадистер, бұл хадистермен парыз етілген нәрселерді важиб деп айтады. Бірақ дұрысырақ пікір, жумхур ғалымдардың пікірі, фард пен важибтің айырмашылығында, фард пен важибтің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Бұл бірінші үкім, яғни важиб. Екінші үкім бұл мустахаб. Мустахаб дегеніміз бұл шариғат жай әмір еткен мәселе, яғни нәрселер. Орындаған адам сауап алады, бірақ тастаған адам күнә алмайды. Бұл не? Мустахаб. Мустахабты және кейбір адамдар мандуб деп атайды, кейбір адамдар сунна деп айтайды. Бірақ осының бәрі не? Мустахаб. Мұнда бір айта кететін нәрсе, сунна деген терминді кейбір адамдар дұрыс емес түсінеді. Сунна, яғни сүннет деген терминді кейбір адамдар дұрыс емес түсінеді да, бұлар тек қана бір тараптан қарайды, яғни фуқахалардың жаңағындай терминологиясының тарапынан қарайды да. Сондықтан суннаны бұлар мустахаб деп санайды. Бірақ әлбетте сунна деген тұжырымның түсініктің мағынасы одан кеңірек. Сунна расында қарайтын болсақ, баяғы салафтардың, яғни алғашқы мұсылмандардың сунна деген терминді қолданған кезде қандай мағына меңзейтініне қарайтын болсақ, бұлар сунна деген сөзді не нәрседе қолданған? Шариғаттың түгелін қамтитын нәрсе. Яғни Ибн Раджаб рахималлаху таала айтқандай, сүннет дегеніміз бұл пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам және де оның сахабаларының радиаллаху анхум жолы шубухат пен шахуаттардан пәк болған жолы деп айтады. Яғни шубухат пен шахуаттардан пәк болған пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам және оның сахабаларының жолы деп айтады. Осыны сунна деп айтады. Яғни шубухат пен шахуат деген не? Шубухат деген әртүрлі күдік күмәндардан, яғни адамның ақидасына, идеологиясына, сеніміне кіретін күдік күмәндардан пәк жол. Және де шахауаттардан пәк, яғни шахауат дегеніміз бұл жаңағындай күнәлардан, шариғатқа қарсы келген іс-амалдардан пәк жол деген мағынаны білдіреді. Сондықтан сунна деп, мысалы, кейбір ғалымдар бір нәрсені сунна деп айтатын болса, бұл жерде қандай терминологиямен, қандай терминологиялық мағынаны меңзеп тұрғанын біз білу керекпіз. Сондықтан әлбетте сунна деген кезде мустахаб деген мағына білдіру мүмкін, сунна деген кезде жаңағы үлкен ауқымдырақ пікір, тұжырым меңзелуі мүмкін. Және де баяғы ғалымдарды қарайтын болсақ, сунна деп ақиданы да айтқан.
сунна деп ақиданы айтқан. Мысалы кітаптарды қарайтын болсақ, китабу сунна Абу Дауудтікі, мысалы сунна Ибн Мажа, сунна, яғни сунан кітабының ішіндегі баб сунна деп аталады. Ас-сунна. Ішіне қарайтын болсақ, ақида тұрған. Усулу сунна имам Ахмад, шарх этиқади ахли суннати вал жамаа лалакай, китабу сунна ли Абдилла ибн Ахмад, және де көптеген кітаптар бар. Сунна деп атайды да, бірақ ішінде тек қана ақида мәселелері қозғалады. Ақида мәселелері қозғалады. Сол кітаптардың бірі, және имам Тахауидің кітабы, ол не? Ақидаду ахли сунна деп айтады. Ақидаду ахли сунна вал жамаа деп атаған. Бұл екінші үкім. Яғни біз айттық важиб, мустахабты айттық. Және де кішкене тереңірек кірдік ол терминологияларға. Және де біз нені айтамыз? Қазір келесі үкім ол не? Мубах. Мубах дегеніміз бұл шариғат бұйырмағанда, қайтармағанда нәрселер. Бұны мубах деп атайды. Яғни адам егер мубахты жасайтын болса, күнә да алмайды, сауап та алмайды, бірақ ниетімен байланады. Егер де сол ниет, сол мубах нәрсені жақсы ниетпен жасайтын болса, Аллахтың разылығы үшін жасайтын болса, ондай адам не? Сауап алады. Төртінші үкім ол макрух. Макрух дегеніміз ол шариғат қайтарған нәрсе, бірақ қатты түрде қайтармаған. Сондықтан оны тастаған адам сауап алады да, жасаған адам күнә алмайды. Және соңғы үкім ол мухаррам, немесе харам деп айтады, махзур деп айтады. Бұл шариғат қатты түрде қайтарған нәрселер. Тастаған адам сауап алады да, ол нәрселерді тастамай жасаған адам күнә алады. Сондықтан бұл жерде айтып тұр, бабул айям аллати юкраху фиха саум. Сондай күндер, ораза ұстау, сол күндері макрух болатын күндер деп тұр. Қандай күндер екен? Мухаммад ибн Хасан айтады, ахбарна Маликун قال حدثنا أبو النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. Бірінші келтірген хадис Малик риуаят етеді. Кімнен? Сулейман ибн Ясардан. Сулейман ибн Ясар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан риуаят қылып тұр. Айтады, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мина күндері ораза ұстаудан қайтарды деп тұр. Мина күндері ораза ұстаудан қайтарды деп тұр. Келесі хадис бұл мурсал деп аталады, біз айтқанда. Яғни Сулейман ибн Ясар табиғи, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан риуаят қылып тұр. Ал табиғи пайғамбар Мұхаммадты кездестірмеген, себебі табиғи сахабалардың шәкірттері. Бұны мурсал деп айтады. Яғни иснат тізбегінде үзіліс бар. Себебі Сулейман ибн Ясар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды естімеген. Келесі келіп тұрған хадисі ол айтады, ахбарана Маликун қала ахбарана Язид ибн Абдилла ибн Хад عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أن عبد الله بن عمرو بن عاص دخل على أبيه في أيام التشريق فقرب له طعاما فقال كل فقال عبد الله لأبيه إني صائم قال كل أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر في هذه الأيام. Яғни бір күні Абдулла ибн Амр ибн Ас әкесіне кіреді. Яғни Амр ибн Ас екеуі де сахабалар болған, ридуануллахи алейхим ажмаин. Қай күндері келеді? Айямут ташриқ. Айямут ташриқ деген бұл хадждан кейін болатын, яғни жаңағындай құрбан айттан кейін келетін 3 күн, 11-ші, 12-ші, 13-ші Зүлхиджа күндері. Сол 3 күнді айямут ташриқ деп атайды. Айямут ташриқ деп атайды. Сол күндері Абдулла ибн Амр ибн Ас өзінің әкесіне келсе, Амр ибн Асқа әкесі оған қарраба лаху тааман, тамақ береді, же деп. Фақал лаху күл, балам же деп айтады. Сол кезде Абдулла ибн Амр ибн Ас әкесіне айтады, инни соймун, мен ораза тұтып жатырмын, ораза ұстаушымын қазір дейді. Сол кезде әкесі айтады, күл дейді, же. Ама алимта анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама кана я'муруна бил фитри фи хадил айям. Сен білмедің бе? Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллама бұл күндері бізге ауыз ашуды бұйырған екендігін деп айтады. Яғни бұл күндері айямут ташриқ, Аллахтың елшісі Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларына ауыздарын ашуға бұйырған екен деп тұр Абдулла ибн Амр ибн Ас радияллаху анху. Мұхаммад ибн Хасан аш-Шейбани бұл асарларға таълиқ жасап, яғни комментарий беріп, немесе жаңағы түсініктеме беріп айтады. Ва бихаза наъхуз, бұл асардың мағыналарын біздер аламыз дейді. Ла янбағи ан тусама айямут ташриқ лимут'a ва ла лигайриха лима жаа минан нахи
عن صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من قبلنا деп тұр. Айтады, бұл асардың мағыналарын біз аламыз деп тұр. Аямут ташриқ күндері, және Зүлхиджа айының 11-ші, 12-ші, 13-ші жылдарында адам ораза ұстамау керек деп тұр Мұхаммад ибн Хасан аш-Шейбани. Ол хадждың түрі, яғни біздер білеміз, хадждың 3 түрі болады, я, ифрат, қиран, сосын не, таматту. Ол айтады, бұл кісі мутаматти болсын, яғни таматту хадждың түрімен хажылық жасаған адам болсын, басқа хажылық түрімен жаңа ифрат немесе қиранмен жасаған болсын, бұл адамға ол күндері ораза ұстауға болмайды деп тұр. Ол ораза ұстауға болмайды деп тұр. Яғни бұл жерден біз не түсінеміз? Мәселеде хилаф бар екенін түсінеміз. Неге? Себебі сол күндердің өзіне, солай таматту, мутаматти болып кірген адамның өзіне ол күні ораза ұстауға болмайды деп күшейтіп айтқанынан Мұхаммад ибн Хасанның біз нені түсінеміз? Бұл жерде басқа ғалымдардың пікірі бар екенін түсінеміз. Олар мутаматтиға болады деп айтатын. Яғни хаджға таматту, хадждың түрімен, таматту деген түрімен кірген адамға сол күндері ораза ұстауға болады дейтін ғалымдар бар екендігін түсінеміз. Қазір біз оны талқылаймыз және де. Не үшін деп айтады? Лима жа минан нахи ан саумиха ани наби саллаллаху алейхи ва саллям. Себебі бұл күндері ораза ұстауға пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям тыйым салған деп тұр. Тыйым салған. Уахуа қаулу Аби Ханифа деп тұр. Бұл пікір Абу Ханифаның пікірі рахимахуллах. Және де бізден бұрын болған көпшілік ғалымдардың пікірі деп Мұхаммад ибн Хасан айтып тұр. Және де біз ол жерде нені түсінеміз? Мұхаммад ибн Хасан бапты келтірген кезде, алдыйды бабул айям аллати юкраху фиха саум деп айтты. Сондай күндер ораза макрух болатын күндер. Бірақ біз ол жерде нені аламыз? Баяғы ғалымдар макрух деп айтқан кезде бұлар нені меңзейтін болған? Тахримді меңзейтін болған, харамдығын меңзейтін болған. Неге? Себебі Мұхаммад ибн Хасан болмайды деп тұр, ол күндері ораза ұстауға деп тұр. Келесі Мұхаммад ибн Хасан келтірді. Уақала Малик ибн Анас. Мұхаммад ибн Хасан Малик ибн Анастың пікірін келтірді. Яғни имам Малик Дарул Хиджра, имамы Дарул Хиджра, яғни Мадинаның имамы, сол төрт мазхабтың бірін не істеген, яғни іргетасын салған адам. Айтады, ясумуха ал-мутаматти'у аллази ла яджидул хадия ау фататхул айяму саласату qabla яумин нахр. Бұл айтыр, яғни Мұхаммад ибн Хасан айтыр. Бұл біздің пікіріміз. Ал имам Маликтің пікірі болатын болса, мутаматти'ке, яғни хаджға таматту, хадждың түрімен кірген адам, хажылықтың таматту түрімен хажылық жасайтын адам, қажы, бұл күндері, аямут ташрих күндері ораза ұстасы болады деп тұр имам Малик. Қандай мутаматти? Хадиді таппаған, яғни құрбандық шалатын мал таппаған мутаматти, бұл не істейді? Осы аямут ташрих күндері ораза ұстаса болады деп тұр. Немесе дейді, фататхул аяму саласату qabla яумин нахр. Немесе ол жаңағыдай құрбан айт күніне дейін 3 күн ораза ұстай алмаған адам. 3 күн, яғни құрбан айт күніне дейін 3 күн ораза ұстай алмады. Және де оның өзімен бірге құрбан шалатын малы жоқ. Мутаматти қашан ұстаса болады деп тұр нелерін, оразаларын аямут ташриқ, яғни Зүлхиджа айының 11-ші, 12-ші, 13-ші жылдары ораза ұстаса болады деп тұр. Не үшін бұл? Бұл не мәселе бұл? Айтып тұр, яғни не құрбандық шалатын малы жоқ, не құрбан айтқа дейін 3 күн ораза ұстамады, қажылық оразаның екеуін байланысқандай дейтін болсақ, біздер айтамыз, яғни бұл түсіндірілген. Бұл жерде Алла субханаху ва тағала таматту, хажылықтың таматту түрімен қаж жасап жатқан адам, ол кісі өзімен бірге құрбан шалатын мал алып келу керек Меккеге. Сол құрбандық шалу керек, содан кейін құрбан айт күні. Бірақ егерде ол өзімен бірге құрбандық шалатын мал алып келмесе, не істейді дейтін болса, Алла субханаху ва тағала Бақара сүресінде айтады: "Фаман лам яджид фасияму саласати айямин фил хадж ва саб'атин иза раджатум" деп тұр. Алла субханаху тағала айтады, кім құрбандық шалатын малды таба алмайтын болса, хажылық кезінде таматту, хажылықтың таматту түрімен хаж жасап жатқан адам өзімен бірге құрбандық шалатын мал таба алмайтын болса, фа ин лам яджид фасияму саласати айямин фил хадж деп тұр. Онда хажылық күндерінде 3 күн ораза ұстасын деп тұр Алла субханаху тағала. Ва саб'атин
иза ражатум, және де 7 күн не өзінің жаңағындай өзінің тұрғылықты мекеніне оралғаннан кейін тағы да 7 күн ораза ұстау керек деп тұр Алла субхана тағала. Осы аяттан мутаматти қажылық жасап жатқан кезде өзімен бірге құрбандық шалатын мал алып келмейтін болса, ол не істейді екен? 3 күн ораза ұстау керек. Қашан? Қажылық күндері. Қажының күндері. Ал аямут ташриқ бұл қажылықтың күндері болып есептеледі. Сондықтан имам Малик айтады, енді ол басқа қашан ұстайды енді оразаны дейді. Енді сол уақытқа дейін ораза ұстамады, құрбан айт күні ораза ұстауға болмайды оған. Енді аямут ташриқ ораза ұстаса болады ғой кафара ретінде деп тұр. Жаңа құрбандық шалмағандығы үшін. Сондықтан сол күні ұстаса болады деп тұр имам Малик. Қазір бұл хилафты толығырақ зерттейміз иншаллаху тағала. Абдул-Хай ал-Лакнауи оны түсіндіріп мынандай деп айтады: "Қаулуху ва бихи наъхуз", яғни бұл пікір біздің пікіріміз деп тұрған сөзі. "Ихталафу фихи ала ма басатаху ал-айни фи умдатил қари ва ғайруху ала ақвал" деп тұр. Яғни бұл мәселеде ғалымдар 3 пікірге бөлінген дейді. Бірнеше пікірге бөлінген деп тұр, бірақ біз 3 пікірге бөлінген деп айтамыз. Және де бұл хилафты Ал-Айни Ал-Ханафи, Хафиз Ал-Айни Ал-Ханафи рахималлаху таала өзінің Умдатул Қари деген кітабында келтірген. Бірінші пікір: فمنهم من قال لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا لا للمتمتع ولا لغيره وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد وليث بن ساعد وابن علية وبه قال علي بن أبي طالب والحسن وعطاه وهو الرواية الأولى عن أحمد وصححها بعض أصحابه. Айтады, бұл бірінші пікір не дейді? Аямут ташриқ, яғни оразаны ұстау, аямут ташриқ күндері оразаны ұстауға болмайды. Яғни абсолюттік түрде бір ауыздан болмайды. Ол аямут ташриқ күндері жаңағындай Зүл-Хиджа айының 11-ші, 12-ші, 13-ші жұлдыздарында ораза ұстауға болмайды деп тұр. Бұл кісі мутаматти болсын, бұл кісі басқа адам болсын, ол ораза ұстауға болмайды деп тұр. Бұл пікір Абу Ханифаның пікірі деп тұр, және де Абу Ханифаның шәкірттерінің пікірі, яғни Мұхаммад ибн Хасан, Абу Юсуф және басқалар, және де Шафиидің соңғы ұстанған пікірі деп тұр, және де Лейс ибн Саадтың пікірі, және Ибн Улейяның пікірі. Сахабалардан бұл пікірді Али ибн Аби Талиб ұстанған, табииндерден Хасан аль-Басри, Ато, және де бұл имам Ахмадтан болған бір риуаят деп тұр. Және де біз қоссақ болады, бұл Захирилердің пікірі. Асхабу Захир соларда осы пікірді ұстанған. Екінші пікір: ومنهم من قال يجوز مطلقا وهو مذهب أبي إسحاق المروزي والشافعي أبي إسحاق المروزي الشافعي ولعله لم يبلغه أحاديث النهي деп тұр. Екінші пікір: аямут ташриқ күндері ораза ұстай берсе болады. Абсолюттік түрде ешқандай проблемасыз сол күндері ораза ұстай берсе болады деп тұр. Бұл Шафии мазхабының бір ғалымының сөзі, бұл кісі Абу Исхақ аль-Марвази. Бірақ Абдул-Хай ал-Лакнауи айтады: «Лааллаху лам яблуғуху ахадитун нахи». Менің ойымша бұл кісіге жаңағындай сол күнді аямут ташриқ күндері ораза ұстауды тыйым салатын хадистер жетпеген сияқты, жетпеген болар деп тұр. Бұл хадистер оған жетпеген болар деп тұр Абдул-Хай ал-Лакнауи. Осылайша үзір тауып тұр. Себебі бұл жерде ашық анық хадистер бар. Үшінші пікір: ومنهم من قال يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم الثلاث في 10 ذي الحجة وهو قول عائشة وابن عمر وعروة وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في القديم وقد رجع عنه وهي الرواية الثانية عن أحمد واختارها بعض أصحابه деп тұр. Үшінші пікір не деді? Аямут ташриқ асылында ол күні ораза ұстауға болмайды, тек қана мутаматти'ке болады. Қандай жағдайда? Ол өзімен бірге құрбандық шалатын мал алып келмеген жағдайда, және де Зүл-Хиджа айының бастапқы 10 күнінде ораза ұстай алмай қалған мутаматти. Яғни екі шарт: өзімен бірге құрбандық шалатын мал алып келмеген, яғни 3 шарт десе болады. Мутаматти болу керек, яғни қажылықты мутаматти түрде жасап жатқан адам болу керек. Екіншіден, өзімен бірге құрбандық шалатын мал алып келмеу керек. Үшіншіден, Зүл-Хиджаның 10 күнінде ораза ұстай алмады, жағдай болмады ораза ұстауға. Яғни ихрамға кірмеген, қажылыққа 9-шы күні келген, мысалы Қазақстаннан мысалы Меккеге 9-шы Зүл-Хиджа күні келген. Ол үлгермейді ораза ұстап. 8-ші Зүл-Хиджа келсе де үлгермейді.
ихрамға 8-інде кірді мысалы, сосын 9-ы келді, сосын не құрбан айт болады. Ол үлгермейді 3 күн ұстап. Осындай кісіге аямут ташрик ораза ұстауға болады. Бұл пікір кім пікірі? Сахабалардан Айшаның пікірі, Ибн Умардың пікірі, табииндерден Уруа ибн Зубайрдің пікірі, және де бұл имам Маликтің пікірі, Мухаммад ибн Хасан риуаят қылғандай жаңағыдай, және де имам Аузаидің пікірі, және де Исхақ ибн Рахуяның пікірі, және де имам Шафиінің бұрынғы пікірі, ол пікіріне қайтқан деп тұр Абдул-Хай ал-Лакнауи, және де бұл имам Ахмадтан болған екінші риуаят, және бұл кейбір ханабилалардың таңдағаны деп Абдул-Хай ал-Лакнауи айтып тұр. Болмайды дейтіндердің, болмайды, яғни бұл күні ораза ұстауға болмайды дейтіндердің пікірі, яғни имам Абу Ханифа, имам Аш-Шафии және де басқалар, сол жумхур ғалымдардың дәлелдері, бұл манағы біз оққан Абдулла ибн Амр ибн Астың асары, яғни Амр ибн Ас, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху бұл күні ораза біз аузымызды ашуды бізге бұйырды деген. Дұрыс па? Және де имам Муслимнің сахих жинағында келеді, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху айтады, аямут ташрик, аяму аклин ва шурб деп келеді. Яғни аямут ташрик, яғни Зүл-Хиджаның 11, 12, 13 жұлдыздары тамақ жейтін және де су ішетін күндер деп тұр. Яғни бұл бір айттың жалғасы сияқты болады деп тұр. Осы хадистерге сүйеніп бұлар нағыл деп айтады. Аямут ташрик ораза ұстауға болмайды деп айтады. Ал жаңағыдай Абу Исхақ аль-Марвази біз айтқандай бұған хадистер жетпеген. Бұл кісіге хадис жетпеген, Абдул-Хай ал-Лакнауи айтқан сияқты. Ал енді мутаматтиъке болады дейтін адамдар нағыл деп айтады. Бұлар біріншіден аятты келтіреді. Алла субханаху ва тағала жаңағы Бақара сүресінің 196 аятында айтады: "Фаман лям яджид фасияму саласи айямин фил хаджи ва саб'атин иза раджатум". Кімде кім құрбан шалатын мал таба алмайтын болса, мутаматтиъ туралы айтып жатыр Алла субханаху ва тағала. Егер де құрбандық шалатын мал таба алмайтын болса, онда хажылық күндерінде 3 күн ораза ұстасын да, ауылына қайтқан кезде 7 күн ораза ұстасын деп айтады Алла субханаху ва тағала. Фа инна захираху тажвизу саласати фи айямил хадж ва аямут ташрик дахилатун фиха. Және де аямут ташрик хаждың күніне кіреді. Сондықтан бұл аят өзінің жалпы мағынасымен аямут ташрик күндерінде ораза ұстауға болатынына дәлел деп айтады. Себебі фил хадж, Алла субханаху ва тағала фасияму саласати айямин фил хадж. 3 күн қажылық күндерінде, қажылық уақытысында ораза ұстасын деп тұр. Ал аямут ташрик қажылық күннен болып есептеледі. Және де бұл аяттың тафсирлеріне қарайтын болсақ, мысалы Абдулла ибн Умар радиаллаху анху салас айям дегенді нағыл деп атады: яуму қоблет таруя, ва яуму таруя, ва яуму арафа, ва иза фатаху сиямуха сома айяма мина фаиннахунна минал хадж деп тұр. Яғни бұл 3 күн дейтіне яуму таруя деп тұр. Яғни Зүл-Хиджаның 7-ші жұлдызы. Сосын яумун қоблет таруя, яғни 7-ші жұлдыз таруя күніне дейінгі күн. Сосын яуму таруя, бұл Зүл-Хиджаның 8-ші жұлдызы. Сосын яуму арафа, және арафа күні. Осы күндер ораза тұту керек деп Ибн Умар айтып тұр. Яғни 7-сі, 8-і, 9-і деп тұр. Ал деп тұр, ва иза фатаху сиямуха сома айяма мина. Ал егер де сол күндері ораза сай алмайтын болса, онда мина күндері, яғни аямут ташрик 11, 12, 13 күні ораза ұстаса болады деп тұр Ибн Умар. Фа иннахунна минал хадж. Себебі бұл күндер қажылықтың күндері болып есептеледі деп тұр. Және бұндай тафсир және де Айшадан келген радиаллаху анха, және де басқа сахабалардан келген. Бірақ олардың ең күшті дәлелі жаңағында имам Маликтің, имам Ахмадтың ең күшті дәлелі, яғни мутаматтиъке, манағы 3 шартпен аямут ташрик күні ораза ұстауға болатындығына ең күшті дәлелі бұл Бухарида келген хадис. Айша радиаллаху анха нағыл деп айтады: лам юраххас ан ясумна аямут ташрик илля лиман лам яджид аль-хади деп тұр. Айша радиаллаху анха айтады: әйелдерге аямут ташрик күні ораза ұстау тыйым салынған еді дейді. Рұқсат берілмеген еді. Лам юраххас, рұқсат берілмеген еді дейді. Илля, яғни бір нәрсені истисна қылып тұр. Яғни шектеп тұр. Не деп тұр? Илля лиман лам яджидил хади. Тек қана құрбандық шалуға мал таба алмаған адам сол күндері ораза ұстаса болады деп Айша радиаллаху анха айтады. Ал усул фихта егерде сахабалар
лам юрахас умирна, яғни бізге рұқсат етілмеді, бізге әмір етілді, бізге тыйым салынды деп сахабалар айтатын болса, бұны, яғни тыйым салушы, рұқсат етпеген, әмір еткен адам кім болып шығады? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам болып шығады. Сондықтан бұл хадистердің барлығын ғалымдар айтады, бұны марфуун хукман деп тұр, деп айтады. Яғни негізі қарайтын болсақ, бұл сахабаның сөзі. Сахабаның сөзін терминологияда мауқуф деп атайды. Сахабалардың сөзін терминологияда мауқуф деп айтады. Бірақ кейбір мауқуфтар, яғни кейбір сахабалардың сөздері не болады? Марфуун хукман. Марфу деп пайғамбар саллаллаху алейхи сөзін айтады. Марфуун хукман деген сөз, яғни үкімінде марфу болып шығады. Неге? Себебі біздер өзімізге елестете алмаймыз. Сахабалардың кезінде біреу оларға әмір етіп, біреу оларға тыйым салып, біреу оларға рұқсат етпейді. Тек қана кімді елестете аламыз? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды елестете аламыз деп айтады ғалымдар. Сондықтан бұлардың осындай айтқан сөздері, я умирна нухина рухиса лана лам юрахас лана деген, яғни бізге әмір етілді, бізге тыйым салынды, бізге рұқсат етілді, бізге рұқсат етілмеді деген сахабалардың сөздерін біз не деп айтамыз? Марфуун хукман. Яғни бұл Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оларға рұқсат етпеді, немесе әмір етті, немесе тыйды, немесе рұқсат етті деген мағына шығады. Бұл хадис Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға жететін хадис, марфу болып есептеледі, және ол Бухарида келген, және бұл сахих хадис болып есептеледі. Сондықтан бұл мәселедегі дұрысырақ пікір, уаллаху а'лам, бұл имам Маликтің және де имам Ахмадтың пікірі. Қандай пікір? Аяму ташрих күні асылында ораза ұстауға болмайды. Тек қана бір топ адамға ораза рұқсат етіледі. Бұлар қандай адамдар? Бұлар хажылықты таматту түрмен жасаған адамдар, және де сол хажылығында өзімен бірге нені құрбандыққа шығаратын малды алып келе алмай, және де құрбан айтына дейін ораза ұстап үлгермеген мутаматти'тар аяму ташрих күні ораза ұстаса болады. Wallahu a'lam. Осы дұрысырақ пікір. Келесі бап. Бабу нияти фи сауми минал лейл. Яғни бап ораза кезінде ниетті қашан қойылады? Түннен қойыла ма? Яғни имам Мұхаммад ибн Хасан айтып тұр, ниет түннен қойылады деп айтады. Яғни түннен бастап, яғни таң намазы атпай тұрып, ниетті қою керек екен оразаға. Бұл жерде келіп тұрған асарлар айтады: "Қала ахбарана Маликун, қала хаддасана Нафиун, анна ибн Умар радияллаху анху, қала ла ясуму илля ман ажма'a as-siyama qabla al-fajr." Абдулла ибн Умар радияллаху анху айтады, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сахабасы айтады: оразаны тек қана таң намазына дейін ниетті қойған адам ұстай алады деп тұр. Яғни оразаны таң намазына дейін ниетті қойған адам ғана ұстасын деп Абдулла ибн Умар айтып тұр. Мұхаммад ибн Хасан аш-Шайбани бұл асарға түсініктеме берген кезде айтады: "Уаман ажма'a айдан аля сиями qabla nisfi an-nahari fa huwa sa'im" деп тұр. Және де кім күндіз, яғни бесін уақытына дейін, зухр намазының уақытына дейін ниет алса, ондай адамда ораза ұстаушы болып есептеледі деп тұр Мұхаммад ибн Хасан. وقد روى ذلك غير واحد وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. Және де бұндай пікірді біраз сахабалар риуаят еткен, және де бұл пікір Абу Ханифаның және көпшіліктің пікірі деп Мұхаммад ибн Хасан айтыр. Яғни Мұхаммад ибн Хасан аш-Шайбани бұл жерде имам Маликтің пікіріне қарсы отыр. Имам Малик айтады, дейді, оразаны адам оразаға ниетті қашан қою керек деп айтып тұр? Фаджр намазын, таң намазының уақытысына дейін қою керек деп тұр. Ал Мұхаммад ибн Хасан аш-Шайбани және Абу Ханифаның пікірін келтіріп тұр. Олардың ал деп айтады, күндізде қойса болады, қашан, қай уақытқа дейін? Бесін намазының уақытысына дейін деп тұр. Бұл асарлардан немесе бұл бапта біз біріншіден нені білу керекпіз? Оразаға ниет қою шарт па, шарт емес па деген мәселе бар. Бұл жерде джумхур, жамахир, көптеген ғалымдар айтады, оразаға ниет қою шарт. Оразаға ниет қою шарт деп айтады. Және де екінші пікір бар, бұл не? Зуфар деген Абу Ханифаның шәкірті бар, бұл айтады, оразаға ниет қойылмайды, ниет қою шарт емес деп тұр. Тек қана ауырып жатқан адам немесе мұсафир адам, яғни сапардағы адам, егер
ауырып жатып ораза ұстайын десе, немесе сапарда бола тұра ораза ұстайын десе, оларға ғана ниет қою шарт деп айтады. Ниет қою шарт. Ал қалған адамдарға шарт емес деп айтады. Бірақ ақиқатында бұл мәселеде дұрысырақ пікір, бұл жамахир, көпшілік ғалымдардың пікірі, яғни аиматул арба, 4 имам және көптеген сахабалар түгелдердің пікірі, олардың алды деп айтады, оразаға ниет қою шарт деп айтады. Және олардың дәлелдері қандай дәлел? Ораза ғибадат. Ораза ғибадат. Ал ғибадаттың әрқайсысына бізге ниет керек. Және де Алла субханала тағала айтқандай: "Уама умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин". Яғни бұларға тек қана Аллахқа ықыласты түрде құлшылық қылыну ғана бұйырылды деп айтып тұр бұл аятта, Байна сүресінде. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннамал аъмалу binniят". Расында амалдар ниеттермен ғана қабыл болады деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Және де көптеген дәлелдер бар. Бұл құлшылықтардың әрқайсысы ниет құлшылықтың әрқайсысына ниет шартталатындығына көптеген дәлелдер бар. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, енді сол түнгі намаз оразаға қашаннан бастап ниет қойылу керек деген мәселеге келетін болсақ, бұл жерде жумхур ғалымдар, соның ішінде Абу Ханифа және де басқа ғалымдар, және Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани және де имам Абу Ханифа және Абу Ханифаның асхабтары, бұлар нағыл деп айтады, оразаны күндізде қойса болады. Оразаны күндізде қойса болады деп. Оразаға ниет күндіз қойылса да болады. Яғни түннен ниетті қою, яғни таң намазы атқанға, таң намазының уақытына дейін ниетті қою шарт емес деп тұр. Оразаны күндізде қоюға болады деп тұр. Және де имам Тахауи рахимахуллаху тағала бұл пікірді дұрысырақ түсіндіреді, яғни ханафилердің пікірін дұрысырақ түсіндіреді. Қалай деп айтады? Егер де уаджибул мутлақ болатын болса, және де нафил болатын болса, ораза, не нафил ораза болса, немесе уаджибул мутлақ, яғни уаджибул мутлақ деген сөз не деген сөз? Бір уақытпен шектелмеген уаджиб болатын болса, уақытпен шектелмеген, немесе бір нәрсемен шектелмеген уаджиб оразасы болатын болса, яғни Рамазан оразасы сияқты, басқа оразалар сияқты, бұндай оразада ниет шарт емес, ниетті түннен қою, яғни таң намазына дейін қою шарт емес деп айтады имам Тахауи рахимахуллах. Ал уаджибул муқайят болатын болса, яғни шектелген уаджиб, уақытпен шектелген уаджиб болатын болса, мысалы қандай? Кафаратул ямин, жаңағындай не істеген? Кафаратул ямин, немесе сондай кафараттар, немесе назырдың несі болатын болса, оразалары болатын болса, кафара деген, мысалы адам ант етіп бір нәрсені жасамаса, немесе ант айтқан кезде өтірік айтып қойса, бұндай адам күнә алады да, және де оған кафара бар. Яғни кафара деген бұл күнәдан тазару. Сол тазарудың ішіне не? Ораза бар. Немесе манағы не? Ораза айында әйелімен қосылып қойған адам туралы біз сөйледік. Оның кафаратының ішіне не бар? Ораза ұстау бар, дұрыс па? Немесе назыр жасаса. Назыр дегеніміз, яғни Аллахқа мен назыр етемін, осындай пәленше күндері мен ораза ұстаймын деп адам айтатын болса, бұлар барлығы не? Парыз оразалар. Бірақ қандай парыздар? Муайян, яғни бір шектелген, немесе бір уақытпен, немесе бір жағдаймен шектелген оразалар. Осындай оразаларға не? Түннен бастап, яғни фажр намазына дейін ниет қойылу керек деп Тахауи ханафилердің мазхабын осылай түсіндіреді. Және де содан кейін басқа кітаптарда ханафилердің мазхабы осылайша түсіндіреді. Яғни егер нафил оразасы болса, және де уаджиб мутлақ, яғни ешқандай нәрсемен байланыс жоқ уаджиб болатын болса, бұндайға оразаны ниетті түннен бастап, яғни таң намазына дейін қою шарт емес деп айтады. Яғни күндізде қойса болады деп айтады. Ал егер де уаджиб муайян болатын болса, ал егер де бір нәрсемен байланысты, жаңағындай назырмен байланысты, немесе кафарамен байланысты парыз оразалар болатын болса, бұндай оразаларда не дейді? Ниетті түннен бастап, яғни таң намазына дейін қою керек деп бұл ханафилердің мазхабы. Имам Маликтің мазхабына келетін болсақ, имам Малик рахимахуллаху тағала, яғни екінші пікір, ол айтады, бұл имам Малик айтады, бүкіл уақытта, яғни парыз оразасы болсын, нәпіл оразасы болсын, бұл түннен бастап ниет алу керек. Яғни таң намазына дейін ниет алу керек деп айтады имам Малик. Нәпіл несі болсын, оразасы болсын, немесе парыз оразасы болсын деп айтады. Және үшінші пікір бұл имам Шафии мен имам Ахмадтың пікірі, рахматуллахи алейхим, бұлар айтады, парыз оразаға қандай да болсын, Рамазанның оразасы болсын, басқа да парыз оразаның түгеліне таң намазына дейін ниет қойылу керек деп тұр. Шарт. Ал нәпіл оразаларына
күндізде қойса болады. Яғни қандай шартпен? Егерде сол ниетіне дейін ешқандай бір тамақ жемеген, су ішпеген болатын болса. Дәлелдері қандай? Яғни Абу Ханифа рахималлаху тағала, бұлардың дәлелдері біздің оққан Ибн Умардың асары, және де бұлардың дәлелі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, мысалы көптеген хадистерде келеді, сахи хадистерде, Бухари, Муслимде, Айшадан келеді, және де Умму Саламадан келеді, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама үйіне кіріп, тамақ бар ма деп айтады. Тамақ жоқ деген кезде ол айтады, онда мен оразамын деп айтады. Осы дәлелдерді алып, бұлар нағыл деп айтады, оразаға күндіз ниет қойылуға болады деп тұр. Оразаға күндіз ниет қоюға болады деп айтады. Және де олардың бұл нәпілдерге, ал парызға қандай дәлел келтіресіңдер десек, парызға бұлар айтады, бұл Муслим мен Бухарида келетін хадис, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Ашура күні, яумул Ашураны білесіз, Мухаррамның 10-шы күнінде, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сол күні ораза ұстаймыз деп айтады сахабаларға. Сосын айтады, «Ман акала фальясум ау лиюмсик бақията яумихи, ва ман лам яъкул фала яъкул» деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады. Сол Ашура күні шығып сахабаларға айтады, кімде-кім тамақ жеген болатын болса, бүгін тамақ жемеген болатын болса, онда ораза ұстасын деп айтады. Ал кімде-кім тамақ жейтін болса, онда енді тамақ жемесін деп тұр. Яғни бұлар нағыл деп айтады, Ашура күнінің оразасын пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оларға қашан парыз етті? Күндізден бастап. Сендер тамақ жемедіңдер ма? Болды, ораза тұтыңдар деп тұр. Дұрыс па? Ал Ашура күнінің оразасы не болды деп айтады бұлар? Ашура күнінің оразасы парыз болды деп айтады. Содан кейін бұның үкімі насық қылынды. Яғни насық деген алдында айтқандай үкімі жойылды. Яғни Ашура күнінің оразасы содан кейін сүндет болып кетті. Сүннет, яғни мустахаб болып кетті. Оның алдында парыз болған еді. Сондықтан бұлар айтады, егерде Ашура күнінің оразасы парыз болатын болса, егерде ниет фажырға дейін қойылу керек болатын болса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтатын еді, келесі жылдан бастап ұстаңдар деп айтар еді ғой деп айтады. Бірақ ол нағыл деп айтты, сол уақыттан бастап ауыздарың тыя беріңдер. Тамақ жемеген адам оразасын ұстай берсін деп тұр. Яғни бұл не нәрсеге дәлел? Күндіз парыз оразаға ниетті қоюға болатындығына дәлел. Ал екі парыздың арасын үкімде бөлу үшін сендер дәлел келтіру керексіңдер деп тұр. Түсінікті ме? Бұл ханафилердің пікірі. Имам Малик болатын болса, Имам Малик рахималлаху тағала, бұл Имам Маликтің пікірі қандай? Нәпіл оразасы болсын, парыз оразасы болсын, ниет түннен басталып қойылу керек деп айтады Имам Малик рахималлаху тағала. Дұрыс па? Бұның дәлелі жаңағы Ибн Умардың асары, және де бұның дәлелі Хафсаның хадисі. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады бұл жерде: «Ла сияма лиман ла юбайит ас-сияма минал-лейл». Кімде-кім түнде оразаға ниет қоймайтын болса, соның оразасы жоқ деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады. Бұл хадисті асхабу сунан, яғни имам Ахмад, яғни имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Маджалар шығарған. Және бұл хадисті кейбір ғалымдар сахих деп айтқан. Бұның дәлелі осы. Бірақ сонымен бірге бұның осы дәлелдері манағы ханафилердің келтірген дәлелдерін жойып жібереді. Дұрыс па? Яғни ол бұл дәлелдерді қарастырмағанда имам Малик. Баракаллаху фикум. Ал имам Шафии мен имам Ахмадтың дәлелдерін қарайтын болсақ, бұл осы дәлелдерін түгелін жинаған. Яғни бұлар нағыл деп айтады. Бұл Ибн Умардың және де Хафсаның хадистерін біз аламыз деп тұр. Бірақ оның бәрі парыз намазда оразаларға деп айтамыз. Ал Айшаның хадисі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам күндізден бастап ораза тұтқаны, бұл бәрі нәпіл оразаға байланысты деп айтады. Сондықтан нәпіл оразаға күндіз ниет қоюға болады деп айтады. Ал парыз оразада түнде ниет қойылу керек деп айтады. Яғни таң намазына дейін ниет қойылу керек деп айтады. Ал егер де жаңа Хафсаның хадисін даиф деп айтатын болсақ, кейбір ғалымдар Хафсаның хадисін ал деп айтады, мауқуф деп айтады. Яғни бұл хадис пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сөзі емес, бірақ негізі Хафсаның сөзі. Және де бұл дұрысырақ пікір. Ла сияма лиман лам юбайит ния деген, лиман лам юбайит соума минал лейл деген асар, бұл негізі Хафсаның сөзі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сөзі емес.
яғни кімде кім түнде оразаға ниет алмаса, оның оразасы жоқ деген сөз кімнің сөзі? Хафсаның сөзі екен, радиаллаху анха. Және де дәл сондай асар Айшадан да келеді. Айша радиаллаху анхадан да келеді. Осыны дәлелге келтірсе біреулер, біздер айтамыз, иә, бұл Айша мен Хафсаның сөзі деп айтамыз, деп шафилер мен ханбалилер айтады. Бірақ та Хафса мен Айшаның сөзіне қарсы келген сахабалар бар ма деп айтады. Жоқ деп айтады. Ол біріншіден. Екіншіден, манағы Ашура күніне жауап айтатын болсақ, Ашура күнімен де дәлел келтірді, оған жауап айтатын болсақ, бұл айтады, бұл жерде қияс ма'ал фариқ, яғни қияс жасалған кезде, аналогия жасалған кезде, біздер айтамыз, бұл жерде илля жамиа болу керек. Біз оны алдыңғы сабақтарда айттық. Яғни бір нәрсені бір нәрсеге аналогия қылып ұқсату үшін шариғатта бұларды үкімінде жинайтын бір нәрсе болу керек деп айтады. Ал бұл жердегі осы жинайтын себеп әртүрлі деп тұр. Неге деп тұр? Себебі соуму Ашура фардун фурида фи нисфи нахар. Себебі Ашура күнінің оразасы күндіз парыз етілді. Түсінікті ма? Яғни Ашура күнінің оразасы күндіз парыз етілді. Ал Рамазан айының оразасы андай кәдімгі уақытта парыз етілді. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сол уақытта парыз етілген кезде, сол кезде тамақ жемеген адам оразасын ұстай берсін деп айтты оған. Тамақты жемеген адам ораза ұстасын деп айтты дейді. Ал Рамазан айының халі ондай емес қой дейді. Рамазан ол бір бөлек, бір тұтас ғибадат қой дейді. Ол олай парыз етілмеді деп тұр. Сондықтан бұл жерде осыны анаған ұқсату болмайды деп тұр. Ханбалилер осылай жауап береді. Ол егерде біз Ашура күнінің оразасы парыз деп айтатын болсақ деп тұр. Себебі Ашура күнінің оразасы парыз болды деген нәрседе хилаф бар. Кейбір ғалымдар жоқ, Ашура күнінің оразасы парыз болмаған, ол мустахаб болды деп айтатын ғалымдар бар. Ол біріншіден. Екіншіден ол айтады, ол мансух қой деп айтады. Яғни Ашура күнінің оразасын парыз екендігі, уажиптігі ол мансух емес па деп, жойылған үкім емес па дейді. Сондықтан мансух болған нәрсенің үкімдерін біз қазір мухкам, яғни қазір амал жасалатын нәрсеге қалайша біз бекітеміз деп тұр. Анау үкім жойылды. Жойылған үкімнің шарттарын біз қазір амал қылынатын үкімге қалайша біз істетеміз деп айтты. Сондықтан олай болмайды деп айтады. Олай болмайды деп. Және де олар айтады, ас-соум, яғни соуму Рамадан деп тұр да. Рамазан айының оразасы дейді, бұл ғибадат деп тұр. Қашаннан уақыты бар ғибадат? Қашаннан басталады? Таң намазынан басталып, күн батқанға дейін болады. Ал егер де адам ғибадатқа ниетсіз кіретін болса, қалайша оның ғибадаты дұрыс деп айтамыз деп айтады. Сондықтан уаллаху а'лам, дұрысырақ пікір бұл шафиилердің және де ханабилалардың пікірі. Қандай пікір? Парыз оразаға ниет түннен қойылады, таң намазына дейін қойылу керек. Ал нәпіл оразаларға келетін болсақ, оны адам күндіз қойса болады. Осылайша біз дәлелдердің түгелін жинаймыз да бүкіл хадистерге амал жасаймыз. Осылайша бүгінгі сабақты бітіреміз. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.